Студент болғандықтан мен жатақханада өмір сүремін. Бірақ ойлап қалмаңыздар, қалада үйі жоқ деп. Қалада үй бар. Негізі студент болмай тұрып, ата-анаммен бірге бір үйде өмір сүрген едім. Бірақ студенттік өмірге қадам басқаннан кейін университеттің жатақханасында өмір сүруге шешім қабылдадым. Себебі жалғыз өзім өмір сүріп, әке-шешемсіз жеке тұлға бойынша қалыптасқым келді. Анам мен әкем әрине менің шешімдерімді құптады. Енді үйге көп келе берме, нағыз студенттік өмірді сезіну үшін, деп айтқан еді. Сондықтан мен үйге барып, ата-анамды көрмегеніме 4 ай болды. Сөйтіп оларға тек хабарласып қана жүрген кезде жаздық демалыстар да басталды. Яғни сабақтар өз мәресіне жетті. 2-ші курс аяқталды. Енді ата-анамның үйіне баратын уақытта келіп жеткен секілді. Сөйтіп ата-анама қоңырау шалдым, бірақ өкініштісі олар үйде жоқ екен. Басқа қалаға демалысқа кетіпті. Бірақ сонда да мен үйге бара берейін деп шештім. Себебі ата-анамнан бөлек өзімнің туған шаңырағымды да сағындым. Сонымен әкем мен анам маған: "Егер де үйге келсең келе бер, үйдің кілтін көршіге тастап кеттік", деді. Сөйтіп заттарымды жинап, үйге де келіп жеттім. Және осы жерден бастап менің үрейлі оқиғам басталды. Үйімнің алдында келдім, және біздің үйге қарсы орналасқан көршінің үйінің есігін қақтым. Көрші апа есікті ашты. Қолымда кілт бар. Бірақ: "Апа, сәлем берді, қалайсыз?" деп амандассам, ол маған жауап бермеді. Маған ала көзімен қарап есігін жауып алды. Ол неліктен маған ашуланып тұрған секілді кейіп танытты? Құдды бір менің бұл жерге келгенімді жақтырмаған секілді. Жақсы, әйтеуір қолыма кілтті бергеніне шүкір. Үйге солай кіріп кеттім. Балалық шағым осы пәтерде өткендіктен мен үшін бұл пәтер әрқашан ыстық. Сөйтіп заттарымды орналастырып жатсам, бір мысықтың мияулаған даусы шыға бастады. Сөйтсем менің бөлмемде қап-қара мысық жатыр. Ата-анам мысық асырап кеткен бе? Мен мысықты көріп таңырқап қалдым. Себебі әкем де, анам да жануарларды аса қатты ұната бермейтін адамдар еді. Сонымен қатар өз бөлмемнен тағы бір жайтты байқап қалдым. Бөлмемде ағаштан жасалған ескі киім салғыш сөре бар екен. Ата-анама не болған? Мен үйде 4 ай болмаған едім. Осы уақыт ішінде олар қатты өзгерген секілді. Себебі үйдегі заттар мен құрал жабдықтардың бәрі заманауи. Тек мына ескі киім салғыш сөре ғана ерекше болып тұр. Мен сондықтан есігін ашып көрдім. Ішінде киімдер бар шығар деп ойласам, олай емес екен. Ішінде ештеңе жоқ. Сонда менің түсінуім бойынша, бұл киім салғыш маған арнап қойды ма? Ата-анамнан нақты сұрап алайын деп шештім. Бірақ қоңырау шалсам да олар көтермеді. Жақсы, артынан қоңырау шала жатармын. Әзірше заттарымды шығарайын. Деп бөлмеден шығып бара жатсам, әлгі қара мысық тағы мияулап, менің аяғыма оратыла бастады. Басында оның қарны ашқан шығар деп ойлап, оған сүт берген болатынмын. Бірақ сүтті ішпей, мияулауын жалғастыра берді. Және бір байқағаным, оның қарны ашып тұрған жоқ. Ол бір нәрседен үркіп тұрғандай көрінді. Сөйтсем оның үрейленіп тұрған себебі мынада екен. Ол мына ескі киім салғыш сөреден үрейленіп тұр. Қайта-қайта осы сөреге қарай береді. Әрине, ондай болады. Мысық түгілі мен өзім қорқып тұрмын бұл сөреден. Сырт көзге өте үрейлі көрінеді. Оның үстіне мысықтың көзіне бұл сөре оғаш зат секілді көрінуі мүмкін. Себебі өте ескі. Сондықтан үркіп тұрғаны таңғаларлық емес. Сөйтіп үйдің ішінде өз істерімен айналысып жүріп, әлгі қара мысық тағы мияулай бастады. Ол мияулап қоймағандықтан менің мазамды алды. Сондықтан дүкенге барып, мысықтардың жейтін тағамын әкеліп берейін деп шештім. Сөйтіп үйді құлттап, дүкенге кеттім. Дүкенде біраз кідіріп қалғандықтан үйге тым жай келдім. Үйден кешкі 8-де шығып, 11-ге таман үйге келіп жеттім. Солай үйдің ішіне кірдім. Мысықтың даусы басылып қалған. Мен оның тағамын ыдысқа салып, қасына апарып беруге барсам, ол мысықты таба алмадым. Кейін бүкіл бөлмені тексеріп шықтым. Бірақ ол мысықты жер жұтып кеткендей. Және оны іздестіріп жүргенде бір оғаш жайтты байқап қалдым. Бөлменің терезесі ашық тұр. Маған ауыр ой келді. Мысық енді терезеден секіріп кетпеген шығар. Терезеден төменге қарадым. Бірақ тым алыс болғандықтан көзім жетпейді.
мүмкін есіктен шығып кетті ме екен. Терезе ашық қалды. Соның арқасында жел соғып. Есік ашық қалды. Қой, далаға барып мысықты іздеп қайтайын. Не дегенмен обал ғой. Солай далаға шықтым да бүкіл аула үшін сенделіп іздей бастадым. Бірақ оны таппадым. Хабая қайда кетуі мүмкін, а? Деп жолдың бойында ойланып тұрып қалдым. Ата-анамнан ұят болатын шығар. Бір мысыққа ие бола алмай қалғанымды қараш. Қап-қара мысықты жоғалтып отырмын осылай. Кенет үйімнің терезесіне көзім түсіп кетті. Және терезеден маған қарап тұрған бір қап-қара адамның сұлбасы секілді бейнені көрдім. Басқа біреудің терезесі болса екен, жақсы, уайымдамауға болатын еді. Бірақ әлгі қара адам менің үйімнің терезесінен тікелей маған қарап тұр. Мен түсінбей, оған қарап ұзақ уақыт тұрып қалдым. Менің ойыма бұл ұры секілді көрінді. Сондықтан бірден жоғары қабатқа көтеріліп, пәтерге кірмекші болдым. Бірақ батылым жетпеді. Ол ұры маған қандай да бір зиян тигізуі мүмкін екенін ойланып алаңдадым. Сондықтан ақымақтық жасамай, ең дұрыс шешім қабылдайын деп шештім. Тәртіп сақшыларын шақырамын. Ол ұрыны ұстап алса болғаны. Тыңдап тұрмын, сізде не мәселе? Менің үйімде ұры жүр. Жақсы, оның түрін көрдіңіз бе? Иә, бірақ оның нақты түрі көрінбейді. Үстінде қара киім. Ал бетінде? Бетіне бетперде таққан емес пе? Жоқ, оны байқамадым. Оның келбеті де қара секілді. Ол ұры дәл қазір сіздің үйіңізде ме? Иә. Ал сіз өз үйіңіздесіз бе? Жоқ, мен даладамын. Мен әлгі адамды далада болған кезде терезеден көрдім. Түсінікті. Қазір сіздің мекен-жайыңызға тәртіп сақшылары барады. Сөйтіп тәртіп сақшылары келіп жетті. Бірақ олар үйдің бәрін тінтіп шықса да, ешкімді таппады. Сонда әлгі қара адам жай менің көзіме көрінгені ме? Үйіңізде ешкім жоқ екен. Барлық бөлмені тексеріп шықтық. Бұл өтірік қоңырау емес пе? Жоқ, олай емес. Негізі анық көрген едім. Далада тұрған кезде, түсінікті. Өзіңізде терезеңізді басқа біреудің терезесімен шатастырып алған боларсыз. Мүмкін солай шығар. Солай тәртіп сақшылары кетіп қалды. Сонда менің көзіме жай көрінгені ме? Әлде шынымен шатастырып алдым ба? Сағат түнгі 2 болыпты ғой. Қап, мысықты да таба алмадым. Мен бұл жағдай туралы ата-анама айтуды жөн деп санадым. Сондықтан түнгі 2 болса да оларға хабарластым. Бір қуаныштысы олар қоңырауды көтерді. Анашым, әкешім, ренжімеңіздер, бірақ мен үйдегі мысықтарыңызды жоғалтып алдым. Мен оған тамағын әкелу үшін дүкенге кеткен едім, бірақ ол... Тоқта балам, сен қандай мысық туралы айтып тұрсың? Үйдегі қара мысық менің бөлмемде жатқан. Балам, сен басында ұрып алған жоқсың ба? Ол мысықтың өлгеніне 2 ай болды. Сол дәл қара мысық қоя, ол 2 ай бұрын өлген негізі. Оның үстіне сен ол мысық туралы мүлдем білмеу керек едің ғой. Оны сен тіпті көрмедің де. Қалай сонда? Оның үйде жүргенін анық көрдім мен. Білмеймін, біз білетін қара мысық өліп қалған. Жақсы балам, ертең сөйлесеміз. Сен де жатып ұйықта, қатты шаршаған секілдісің. Анам мен әкемнің сөйлесуінен кейін мен аң-таң болып отыра кеттім. Қалайша? Алдымен үйде көрінген қара адам, ал енді қара мысық. Ол мысықты тіпті ұстап көрдім емес пе? Осы кезде мен есімнен адасып жатқан секілді сезіне бастадым. Себебі бұл іс жүзінде мүлдем мүмкін емес еді. Маған 12 сағаттық ұйқы қажет. Әйтпесе не болып жатқанын түсінбей қалып жатырмын. Жақсы, былай айтайыншы енді, әлгі терезеден көрген адам менің тереземнен емес, көршілердің терезесінен қараған болар. Бірақ мен әлгі мысықты әлі де түсіне алмай тұрмын. Бұл қалай, мысалы? Жақсы. Жақсылап ұйықтап алайыншы, сосын көреміз. Кенеттен түнгі 3-4 шамасында мысықтың мяулаған даусын естіп оянып кеттім. Есіме бірден күндіз көрген қара мысық түсті. Мен аң-таңмын. Басында мен ол мысықтың даусын естіген сәтте бірден орнымнан атып тұрдым. Және әлгі мысықты іздегім келді. Бірақ бірден есімді жинадым. Және әкемнің айтқаны есіме түсті. Тоқта, ол мысық өлді емес пе? Даусы тоқтамастан шығып жатқан нес? Бұл не сонда? Немесе бұл кім? Біреу менімен ойын ойнап жүр ме? Меніңше бұл біреудің қалжыңына ұқсайтын секілді. Деп ойлап қателескен екенмін.
әлгі қара мысық бөлмеме жүгіріп келді және мияулап мына киім салғыш сөренің есігін аш деп тұрғандай көрінді. Мүмкін анам мен әкем қателескен болар. Ол мысық өлген жоқ, себебі ол дәл менің алдымда тұр. Ал бәріне байланысы бар мынау ескі сөре секілді. Мысықты бұл сөреден сескенеді. Жақсы, мынау сөрені ашып көрейін. Есігін аштым және ішінде өлі жатқан қара мысықты көрдім. Сонда менің осы уақытқа дейін көрген мысығым ол не болғаны? Сондықтан бірден бөлмеге кірген қара мысыққа қарадым. Бірақ ол мысық ол жерде жоқ. Бұл не болып кетті өзі? Мен таңға дейін көз ілмедім. Таң атқанда бірден ата-анама хабарластым. Олардан қара мысықтың қалай өлгенін сұрадым. Бірақ олар маған маңызды жайтты айтпаған екен. Сөйтсем, ата-анам әлгі мысықты жай өлді деп есептей берген. Бірақ негізінде ол мысық жоғалып кеткен еді. Сіздер мысықты іздемедіңіздер ме? Дегенімде, жоқ, іздемедік, біз жануарларға немқұрайлы қарайтынбыз, деді. Сонда бұл қара мысық кім, немесе не болғаны? Және мына сөремен оның не қатысы бар? Бәрі түсініксіз. Сөйтіп әлгі мысықтың денесін алып, лақтырып тастау қажет болды. Сондықтан оны ұстап, далаға алып бара жатыр едім. Әлгі сөренің ішінен тағы бір мысықтың мияулаған даусы шыға бастады. Мен есіктен бірден сол сөренің ішіне үңіліп қарадым. Мен осы кезде бірден ойладым. Біреулер менің үстінен қалжыңдасып жүрген шығар деп. Бірақ сөренің ішіне қараған сәтте қап-қара мысықты тағы көрдім. Және қара мысық сөренің қараңғы түнегіне кіріп кетті. Осы оқиғаның жалғасы бар.